Құлақтан кіріп бойдалар, шабытыңды шыңдап, ұйқыдағы жүректі оятар. Және де әншілік ақындық қабілетімен жүзден жүйрік шығу үшін ұшқыр қиялды талап ететін, ұлттық өнердің ішіндегі ең күрделі, ең шоқтығы биік, от ауызды, орақ тілді, суырып салма ақындардың, хас дүлдүлдердің сайысы айтыс. Тыпыршып тақым қысып тұра алмайсың, жүйрік ақынменен ат көргенде, біздердей айтушыға арман бар ма, сіздердей тыңдаушыға тап келгенде айқаяға. Армысың астаналық ағайындар, сіздерді бір ғанибет ай, бір көргенім Айтыс өнері халық ауыз әдебиетінің дәстүрлі бір саласы. Ол талай ғасырлардан бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, оларға рухани нәр беріп келе жатыр. Айтыстың бір өзі ақындықтың, әншілік күйшілік өнердің, сахнадағы актерлік шеберліктің күрделі жиынтығы. Айтыс ақындары осыдан 6000 жылдан астам уақыт бұрын пайда болған ұлттық музыка аспабы сүйемелдеуіне жүгінеді. 10 секунд. Осы уақыт ішінде айтыскер ақын қарсыласының сөзін мұқият тыңдап, зерделеп, ой елегінен өткізіп, әуенін баптап, тұшымды, ұтқыр, ұйқасты жауап тауып үлгеруі қажет. Бұл атақты Біржан мен Сара айтысының опералық нұсқасы. Біржан Сара қыз бен жігіт айтысының ғажап үлгісі ретінде тарихта қалды. Қыз бен жігіт арасындағы қайым айтыс, жас ақындар арасындағы ән сайысы түре айтыс, көшелі ақындардың өлең сайысы сүре айтыс әлі күнге дейін көпшілікке танымал. 50 рет түсігім сүр айтысқа, бірінші рет түсігім түр айтысқа. Қайтсе де сыбағамды аламын деп күдіктенбей отырмын бұл айтыста. Осындай айтыс арқылы абызға айналған ақындардың бірі Жамбыл Жабаев. Айтыстың ең кереметі, аталы сөзге ешкім қарсыдау айта алмаған. Жұлдызға мініп бастайын, сөнетін ішім болса күніңді жұлып тастайын, өлетін ішім болса тілімді жұлып тастайын. Бүгінгі таңда еліміздің барлық аймақтарында халық ақындарының дәстүрлі мектептері бар. Ақындар айтыс өткізіліп, теледидардан көрсетіліп тұрады. Айтыс дүние жүзі қазақтарының бәріне орта. Қазақ бар жерде айтыс бар. Кіл жүйрікте кім жүйрік? Бүгінгі кешіміз дәл осылай аталады. Осынау айтулы мерекеге қош келдіңіздер ағайын. Бүгінгі айтыс жәдігер қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өтуде. Айтыскер ақындар Қас айтыс KZ сайтында өздеріңіздің қатысуларыңызбен іріктелді. Бәрі де шетінен сен тұр, мен атайын, сен тыңда, мен айтайын деп тұрған мықтылар. Қазір сол кіл жүйрікті ортаға шақырып, бір қошемет көрсетіп алайық ағайын. Жетісудың жүйрігі Балта тілді Балғанбек Имашев. Тараздың дүлділі Айлалы ақын Айнұр Тұрсынбаева. Торғайдың тарланы Салқан мінез Айбек Ақынқалиев. Ақмешіттің арғымағы алтын домбыралы Мұхтар Ниязов. Алтайдың кербұқсы қанатталды қандасымыз Қанатбек Зейтолла. Ақсуаттың аруы Сара жырдың саңлағы Сара Тоқтамысова. Оңтүстіктің оғыланы басынан сөз асырмас Біржан Байтуов. Жетісудың жамқозы жалыны жан шыдатпас Жандарбек Бұлғақов. Ал ағайын
Аяулы ақындарыңыз алдарыңызда тұр. Дұрыстап, мықтылап бір амандасып, қол шапалақта болайық. Ендігі кезекте осы ең үздік сегіздіктің бағасын беріп, Қарақылды қақ жарар деп үміт артылып отырған Қазылар алқасымен таныстырып кетейін. Қазылар алқасының төрағасы, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, халықаралық Алаш сыйлығының иегері Алдан Смайыл. Айтыстың ақтаңгері атанған дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, Асыл арна телеарнасының директоры Мұхамеджан Тазабек. Қазақ ғылыми зерттеу мәдениеті институтының директоры, әдебиеттанушы ғалым Мақсат Тәжімұрат. Халықаралық Алаш сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақын Серік Ақсұңқарұлы. Айтыскер ақын, филология ғылымдарының кандидаты Серікзат Дүйсенғазин. Өздеріңізге белгілі, осынау халықаралық ақындар айтысына еліміздің бас партиясы қолдау білдіріп ұйытқы болып отыр. Бүгінгі айтысқа Алтын Қыран компаниялар тобымен Цесна банк акционерлік қоғамы да демеушілік жасап отыр. Ылдидан шапса төс қозған, ертемен шапса кеш қозған жүйрік ақындарымыздың алғашқы жұбына кезек береміз. Назарларыңызды экранға аударайық. Біржан Ғаниұлы Байтуов қазақ айтысына соңғы лекпен қосылған жас жүйрік. 1990 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында дүниеге келген. Мамандығы әлеуметтанушы, кәсібі мемлекеттік қызметкер. Айтыстағы ұстазы Айдарәлі Амантаев. Сөз сайыстан мінген көлігінің саны 5. Абылай ханның 300 жылдығы мен Төле бидің 350 жылдығына арналған айтыстың бас жүлдегері. Мұхтар Мәуленұлы Ниязов, суырып салма, шаппа-шап айтыстың шебері. 1985 жылы Қызылорда облысы Жалағаш ауданында туылған. Мамандығы филолог. Бүгінде Қызылорда қаласындағы Ақ Сөйле қоғамдық бірлестігінің төрағасы қызметін атқарады. Айтыстағы ұстаздары Мамыр Байдәулетов пен Айбек Тәңірбергенов. Республикалық деңгейдегі сөз додаларында үнемі жүлделі орындардан көрініп келеді. Айтыстан алған көлігінің саны 10. Өмірлік ұстанымы бірлік түбі береке. Мұхтар Ниязов 2012 жылы өткен Біздің ел осындай атты жыр додасында алтын домбыраны жеңіп алды. Ендеше қошеметпен қарсы алайық алғашқы жұп Мұхтар Ниязов және Біржан Байтуов. Шабытпен жүздіретін жыр кемені, ежелден ақындар ғой елдің мұңын айтатын басшыларға мінбедегі. Бір кезде осы айтыстың майданында Жамбыл мен Құлманбеттер жүрген еді. Әсет Біржан Орынбай Шашубайлар тотыдай топқа түсе түрленеді. Хан қақсатқан кеңестің кезінде де осы айтыс өлмей өмір сүрген еді. Тәуелсіздік алғасын ұл өнердің биікке көтерілді шын беделі. Қалың елдің бөленіп ықыласына тек дөнерім жайқалып гүлдеп еді. Соңғы 2 жыл эфирден алынғалы сан түрлі қауесеттер гулеп еді. Айтыс бітті осымен өледі деп қазаққа қаны қастар күндеп еді. Қайсы бір елге мәлім зиялылар зияндыске білегін түрген еді. Осы өнердің керегі жоқ тіпті деп Алашқаян айтысты тілдегені. Өнерім енді осылай өлеме деп бір ой мазалаушы еді күндемені. Аллаға шүкір ашылды айтыс қайта ағалардың тигесін бір көмегі. Төл өнерді халықпен қауыштырып нұр отан іс жасауда бір келелі. Иншалла экраннан енді айтысым қалың елге жол тартып гүлденеді.
Осы қуанышқа алғаш ортақ болған армысың Астананың іргелелі. Қазақпен бірге жасап келе жатқан өлс айтыс қазақпенен бір көледі. Келгенде ордасынан Нұр атамның жаныңды жауһар жырмен жұбатармын. Жаңаша бастамадан дәл осынау тамаша жанға демеу қуат алдым. Талайды тамсандырар жыр төгейік арайлы шуағындай құбатаңның. Бұл айтыста дәл сайлау секілді ғой, ақындардың бақытын сынатар күн. Айтыскерлер кәдімгі кандидаттар бір-бірін сөзбен соғып құлатармын. Кандидаттың біреуі Мұхтар дейді, қарсыласты мен қалай ұнатармын. Бас партия жасаған бұл айтыста намыстуын қалайша құлатармын. Сайлауда 90% жеңіп шығар, я Алла бақтым бер Нұр Отанның айы. Ау келгесін сахнада шабыт дүлей, ақындар жыр тізгінін ағытты ғой. Ассалаумағалейкум Мұхтар ақын, бүгінде айтып жүрген халықты ғой. Тәуелсіздік тойында өткен жылғы жұлдызы бұл мұхаңның жаныпты ғой. Қазақтың тарихында тұңғыш рет айтыстан алтын домбыра алыпты ғой. Өңі түгіл кірмеген түсіне де 3 миллиондық алтаға салыпты ғой. Қомақты ақша қолына тие сала салып ұрып базарға барыпты ғой. Дүние деген шіркінге шектеу бар ма, тазша балан киімге жарыпты ғой. Алдар көсе тонындай көк шапаның сандықтан өз орнын тауыпты ғой. Музейге қойған алтын домбыраңдай үстіңде абаттанып қалыпты ғой. Тұлпарлар аламанда тергептірсін, өлеңмен сахнада өрнек құрсын. Алтын домбыраңызда айтып едім, ініңді көзіңменен тергеп тұрсың. Әзілін әжуалап жеткізгенмен ниетінінің қалай кермек қылсын. Алтын әкеп сыйлайтын аймағына әр бала дәл өзіңде ер боп тусын. Кешегі сүлейлердің сарқытындай әзірге айың туып өрлеп тұрсың. Сырдың елін алтынға қарық қылған иләйлинен кейін сен боп тұрсың. Сұрап қақтан бірден, жүректі тазартайық жапқан кірден. Ла илаха илалла Мұхаммаду Расулаллах калимам жаттап жүрген. Себебі алыс құзап кет алмаймын, аталарым тыныштық тапқан діннен. Әуел Алла солардың дұғасымен алдымыздан арайлы ақтан күлген. Біздер кеше тарихта қандай едік, жөн болар өткеніңнен ақпар білген. Тұлпарының мөр басып тұяғымен бұл жерде ғұндар жүрген, сақтар жүрген. Бірлігі тірлігіне ажар беріп басындағы бағы да батпан жүрген. Сол ғұндардан қорқып Қытайларда шекарасын қорғанмен жапқан бірден. Ұлы Римнің қақпасын аттан түспей қасқайып қамшымменен қаққанмын мен. Тоқтамыстың кезінде тоқтамастан Мәскеуді де 3 рет шапқанмын мен. Солардан қалған рухты тірілт алсам, осы болсын айтыстан тапқан жүлдем. Айтыста үлкен майдан, ірі шайқас, қарсыласты аударар аттан бірден. 8-1-де ақынды таңдағанда сардардай орын алдым саптан бірден. Көбе бұзар халықтың жебеседім, көн садақтың ішінде сақтап жүрген. Кешегі батырларда жекпе-жекке халықтың батасын ап шапқан бірден. Алағайын дұғағып отырыңдар Алла деп аламанға аттандым мен. Ол рас, мен 2 рет миллион алдым. Қолмен емес тіліммен түйреп алдым. Ақшаның буы деген жаман екен, 1-2 рет өзбекше билеп алдым. Осыдан соң байитын шығармын деп ерекше үмітпенен үйге бардым.
Бірақ та қарыздарым талап кетіп, баяғы сол қутақыр күйде қалдым. Сол қарыздың қалғанын өтейін деп амал жоқ Астанаға билет алдым. Ай, жолыққанда өзіңдей тұстан жақсым. Жағдайыңды бір емес үш қамдапсың. Нұр Отанның бақытын маған бер деп ұзаратын жеріңнен қысқармақсың. Әдегенде жақсының бәрін алып бірден майлы шелпекке тіс салмақсың. Бақтың бәрін басыңа үйіп төгіп сорлық атаулдан тіс қалмақсың. Бірақ та бірдеңеге түсінбедім, астарлап жеткізейін тұспалдапшын. Нұр Отан бар халыққа тілеуші еді, сен болсаң жеке басқа күш салмақсың. Балалығың қалмайдау қайраныным, көрдің бе өз-өзіңді күшті алдапсың. Нұр Отанның бақытын тілегенмен, Нұр Отанның бағытын ұстанбапсың. Ау, тірілсе айтыс деген тілде көнер, салмағын көтер алмай пілдер өлер. Үстіңдегі киімің жаңарды деп айттың ба сен бір жанау бірдеңелер. Қасқырдың мұртын жұлып ойнамасай, жағдайың одан сайын күрделенер. Көк шапанды тастадым, оның рас, ескірген ескі киім кімге бедел. Ол кезде ел жағдайы сондай еді, Бағдәулет елден асып кімге келер. Ал бүгін жыпыны боп жүр алмаймын, ілгері басқан кезде іргеде кел. Халықпен бірге өсіп келе атырмын, ақымын не болса да бірге көрер. Сен бұған шүкір десей, Алла жазса, жұртым талай жүйрікке жүлде берер. Ел халықтың пайдасына асып тұрсаң, иініңді үлдемен бүлде көмер. Асықпасаң кешегі бабалардай, алтын сауыт киетін күнде келер. Ау, бір жанды ел білетін ақын деді. Басының біраз жері ақыл деді. Бәйдібектен кейінгі оңтүстікте биікте тұрған осы батыр деді. Таймынып тапырақтап шауып кепті, тарқамай бұл баланың тақым желі. Тықымайды сағынған тоқыр бастай арнайы сұрап апсың ақыр мені. Олай болса жекпе-жекті қыздырайық, аламанда шаппасын атын кері. Сақынаға иектеп алып шыққан шайтаныңды қағайық, шақыр бері. Ау, ессіз жігіт емессің, елес қуар. Есті жігіт едің ғой, егес қылар. Әселхандай апайдың алдын көрген, оп-оңай алдырмайтын белес бұлар. Шойбековтың орнына шықсаңдағы жағдайым бар өзіңмен. Егес қылар. Қорықсам бек арыстан, қорқушы едім, бір жанмен ат құлағым теңес тұрар. Әулие болса түйенің өз әулие, құмалағы әулие емес шығар. Ау, келгендей қара бұлтты төндіргелі, сөйлейсің елді өзіңе сендіргелі. Келе сап шүйлігің жаман екен, тұрмысың ыңғайыңа көндіргелі. Бек арыстан ғана қорқам деп айтады, шайқайдың сөз айтасың ендіргені. Түйенің құмалағы дейді және ұпайды пайдасына өндіргелі. Осы айтыстың алдында Бекең маған ал бауырым бәйгеге енгін деді. Соңымды жалғап жүрген інімсің ғой, жолымды енді саған бердім деді. Мұхтарға бол әуре боп не қыламын, өзің ақсып ағасын бергін деді. Бокстағы апай төс Мұхтар қандай, жеңсең тек нокаутпен жеңгін деді. Басын алған шарыштың Абылайдай, басып алып тақымға келгін деді. Мұхтар, сен топтан озған тарланбысың, азуы алты қарыс арланбысың. Шайтаныңды қағайын шақыр дейсің, жоқ әлде жын шығарыш молданбысың. Шымкентте туып өскен бізден бұрын шайтанның тілін біліп алғанбысың.
жалынды көргеннен соң жанардан от, санасын сілкіндірсін ағам кенет. Қазақстан жері кең мемлекет қой, көз салып оған доймен қарау керек. Сол кең жерді дұшпаннан қорғау үшін ең кемі 50 миллион адам керек. Ал біз болсақ 17 миллионбыз, бұл тартпас келтірейін саған дерек. Сондықтан халық санын көбейтуге әр қазақ жасайтұғын қадам керек. Халық едік жеп өскен қазы құртты, інінің аға қайтар назы мықты. Алланың қалауымен өтеп келдің былтыр 5-ші парыз қажылықты. Шаман келсе 4 әйел алу рұқсат деп Құран аятында жазылыпты. Миллионер ақынсың ғой, бұл күндері көбейтуге үлес қос аз ұлтты. Кеп тұрсын Қызылордадай жайлы өңірден, мұнай шығып байыған майлы өңірден. Тұрпатыңыз болса да тасбақадай, жігітсің бәйбішеңе ай көрінген. Кезінде Абай бабаң 25-те екінші қып некелескен әйгеріммен. Ол жастан сен асқалы біраз болды, азаматсың бекіген оймен іргең. Тәуекел екінші әйел сенді алсаңшы, мінез қып мұсылманға сай көрінген. Бойым мен ойым қысқа демесеңіз, сенің Абай бабаңнан қай жерің кемай. Тіліңіз тіліп түсер жайлы ұстара, қолың жетпес жердегі айды ұстама. Ағыл тегіл болдың ғой, аз уақытта шайпай ішіп алсаңшы байғұс бала. Ұлы Абай ұлтым үшін айбыным ет, ақылдан асып тасқан айдыным ет. Сен мені ол кісімен теңестірме, қанша жерден тұрсам да әйгілі боп. Атты қайрып жаяудың таң айрылар, мұхтардың қай жабдығы сайлы жүрет. Талтаңдап қаздың жүрсін саламын деп, қарғаның шат айрылар қайғылы боп. Абайдай 17 мың жылқы түгіл, ақындардың тұрақты айлығы жоқ. Сондықтан да мен әзір қозғалмаймын, кездессе де қаншама ләйлі жібек. Өзімде де Абайдың ақылы жоқ, әкемде де Құнанбайдың байлығы жоқ. Ай, болмасаңда мықтақын дүлділ жырау, көмейіңде күмбірлеп бұлбұл жырау. Өкшесі ашық қалған Ахиллестей осал тұсты оп-оңай білдірдің ау. Жаман адам ойнаса ұрып қашар, екі әйелмен еліңді күлдірдің ау. Мұндай нәзік нәрсені байқамаса, бәлесі болар қызыл тілдің мынау. Байқамай біреулерді қуантам деп, байқамай біреулерді күйдірдің ау. Бұл сөзіңді жарымыз естіп қойса, болады бір күн күлу, мың күн жылау. Доктринаны дұрыстап оқып алмай, отбасы құндылығымды бүлдірдің ау. Бір жылда 300 мыңдай түсік жасап, көрсеткішті қойдық қой масқара қып. Мектепті бітірмеген қыздың өзі тұнығын жатыр қазір ластап алып. Екінің бірі сосын ажырасу, енді ғана өмірін бастап алып. Санасының сағасын батыс бейлеп, жүрер жолын таппай жүр жастар анық. Осыны білгеннен соң Нұр Отанда осы жағын отыр ғой қоштап анық. Орысты кінәлайтын уақыт келер, осы жағын көтерші бастамағып. Өзіңді өзің аямай қырып жатсаң, басыңнан сипамайды басқа қалық. Ау, қаншама шапқан менен төске мейлі, жайымыз боп тұрған жоқ еш мерейлі. Әу бастан аңқауғалық болғасын ба, біздерге көрсететін сес көбейді. Сайтандар сақынада санын сабап, еріңдер біздер жүрген көшке дейді. Виагра деген төп бәле болды, ашады белдемейді, төстемейді. Тобымызға 3-ші қыз керек деп, неге басқа халықтан екшемейді. Олардікі біздерді аздыру ғой, олар басқа мүддені көксемейді.
Набатты ибалы қазақ қызы өмірін иманменен кестелейді. Біздің қазақ аруға көйлек түгіл басыңдағы орамалды шештемейді. Виагра жалаңаш ән айтамыз, біздерге кастингке кел кешке дейді. Ай, көсіліп шабасың ау көбіктерің, дем беріп отырғасын көріктелің. Ата сарзан болғасын аузыңдағы өлеңді аямайсың төгіп тегін. Шарштай басыңды алып қайтам дейсің, ашуыма тиесің неғып менің. Онсыз да айналаңда дұшпан көп қой, аз қазақты қарағым кемітпегін. Сен бірақ адам түгіл айналайын, тышқан мұрдың қанатып көріп бедің. Ауылыңнан шыққанда бір жан бала осындай арзан ойға еріп бедің. Тарихты тірілтуге келді десем, ағаңды өлтіруге келіп бедің ай. Ау ағайын айтыс көрсін енді отырып, толқын соққан аққудай тербетіліп, сағызға сабын қосып шайнағандай мазамызды кетірме сен көпіріп. Казгуды бітіріп ең бір жан бала, құнарлы Шымкенттей жерде туып. Мен өзіңнен не күттім, не күтпедім, азамат боп өскенше бекіп белің. Саясаттану дейтін факультет қой, саясатқа сен онда жетіп бедің. Бірақ та оқуыңды бітіре сап, ауылыңа шапқылап кетіп бедің. Осында кеп сен неге дүземейсің қоғамның олқы болған кетіктерін? Жоғалды 4 жыл бойы бір жан бала пайдасы жоқ ілімді шоқып бедің. Астана Алматыға жарамайтын Шымкенттің саясатын оқып бедің ай. Дүбірделеп, оңтүстік ұлтқа тұтқа тұғыр бөлек. Осынау түстіктегі қауым жайлы басқаша тарап жатыр бүгін дерек. Айтысқа келген сайын Шымкентке кім не деп қалады деп мүңілгенек. Қазақтықтың қайнары оңтүстікті жамандап жазғыштардан түңілгенек. Ішімнен қылп еткенім рас жаңа, шыққанда сол жағымнан үніңгенет. Шымкенттің саясатын оқып бең деп, бірақ сенің шықты ғой үнің бөлек. Диплом алып Шымкентке кетіп қалсам, ол істі тереңірек ұғу керек. Елбасының бізді айтқан бір сөзі бар, ол сөзді көз ашық жан білу керек. Бұл өмір бір-ақ рет беріледі, ал оны Шымкентте сүру керек ай. Сөзінде болмаса да жасым батыл, қотыр тіл Мұхтар ақын қасымда отыр. Саясаттан шамалы білімім бар демесем де артылып тасып жатыр. Қайта сен Шымкентке қайтқаныма қуансаңшы болса егер басыңда ақыл. Әйтпесе көзіңді ашып қарар болсаң, сұмдықтың неше түрі осында тұр. Дипломат болады деп сенген ұлдар дипломатқа ақшаны басып жатыр. Дипломат мен секілді елге қашпай, шекарасып шетелге қашып жатыр ай. Ау айтайын ақиқатты бүгін батыл, көкейде шер боп толып сырым жатыр. Сұмдықтар адам естіп көз көрмеген қазақтың даласынан шығып жатыр. Харлем шейік билегіш бикештерге біздің қоғам мойнын бұрып жатыр. Абыройын жасырған ару қызды оқуда қыспаққа алып қуып жатыр. Гей клубтар ашылып қалаларда жарнамасын жария қылып жатыр. Бүгінгі айшаларын гейша болып азғындықтың жалауын тігіп жатыр. Детский порно деген кітап шығып сөреде сатылымда тұрып жатыр. Осыларға әй дейтін адам болмай, біздің елде білгенін қылып жатыр.
Бақытбек Смағұлов ағам ғана қарсы болып шығарыпты үнім батыл. Бұл әлем жоқ қып бітер тәрізді ақыр, жаһандану дейтін бір қауызда тұр. Демократия дейтұғын жалған ұғым, бізге де өз зиянын тамызда ақыр. Бұл қоғамда еркекке еркек шауып, айналып бара жатыр жауызға кіл. Осыған қарсы шыққан Смағұлов Бақытбектің ерлігі ауызда тұр. Ауған барып қан көрген ағам еді, артында будақ-будақ аңыз жатыр. Бастамасын қолдайы халық болып, бұл істе ұлтқа қажет маңыз жатыр. Жарты әлем көгілдір болып жатқан кезде, жалғыз өзі күрескен нағыз батыр. Айтайық қазақ үшін бүгін әнді, ұлыңның шықсын айтар жырым әнді. Қазақ елі руханиятқа қадам басып, бағындырып келеді шыңырауды. Ұлттық спорт пен ұлттық өнеріме назары билік жақтың бүгін ауды. Қазақстан барысын жылды өткізіп, салуда Сарыарқада бір ұранды. Бүгінгі Қажымұқандай балуандардың есімдерін ел жатқа біліп алды. Бейбіт, Ержан, Жұманазар, Айбектерге еліктеп жастарымның бірі жарды. Көкбарын қырғыздарда кетіп еді, оның да бір есебін қылып алды. Өткізіп Ашық Азия чемпионатын федерациясымен қосып жұлып алды. Міне бүгін дүбірлі айтыс жасап, төленер төрге туын тігіп алды. Ағаларға айтатын енді өтініш, білегім білік тіске түріп әлгі. Немістер патенттеп алып қойған, қайтарса екен қымызбен қымыранды. Балаңем, сырға бекем, жырға бекем, жағдайды ел ішінде жырлап өтем. Бас партия өткізіп жатқаннан соң, шенеуніктің біразы мұнда мекен. Билікте жүретұғын ағаларды айтыстан көретінде күн бар екен. Нұр Отан бір болам деп халықпенен, іс жасап жатыр дейді салықпенен. Кедейлердің салығын өсіруді тоқтатыпты күресіп нарықпенен. Бұл іске іші жылып елім отыр, пейілі бірер сәтке кеңіп отыр. Партияның алдағы жоспарына мынадай тың идея еніп отыр. Кедейлердің азайтып салықтарын қара халыққа көңіл бөліп отыр. Ал керісінше байлардың салықтарын көбейтіп соларға арба жегіп отыр. Малынан зекет бермес сараңдарға кәдімгі жауар бұлтай төніп отыр. Қорамда артық малым болмағасын, өз басым бұған көңілім толып отыр. Айыстан алдын алған сені қайдам, бұл заң маған тиімді болып отыр. Ақшан айтсаң орнымнан түрегелем. Менде қайбір салғалар қызмет бар. Қыса берсең қарағым жүде бөлем. Мен бірақ қызметті таңдамаймын, бейнеттесе білекті түре берем. Қазагроға бастық қып жүре жіберсе де, ешқандай намыстанбай кіре берем. Бірақ та ол жақта да бүлік көп ау, жұмыстары жүрмеген жүрелеген. Мемлекеттің бөлінген қанша ақшасы керек жерге маңдайын тіремеген. Керісінше дамумен қосылып ап, бар ақшаны қалтаға кірелеген. Құрсын онда оларға жоламайын, өз басыма жемқорлық тілемебем. Одан да кенгурудың баласындай халықтың қалтасында жүре берем. Ау, алса да алмаса да Мұхтар бәйгі енді айтпай кетпейді ұққан жайды. Маған осы көп әкім елестетет, сармайды жамбасына тыққан байды.
Қырымбек Бердібектей жан болмаса көбісі мәселеге тік бармайды. Әкімнің қабағында шуақ болса халықтың жанарында шық болмайды. Бізде бірақ көбіне керісінше ағалардың иығында жүк болмайды. Бөліп берген ақшаны бөліп жейді, артындағы халық пен жұртты алдайды. Елбасының артына кір келтіріп, басып жүрген қадамы нық болмайды. Әкімдердің көбісі аттан жаман, ел халқын қиындықтан құтқармайды. Атаунаған жерінде түк қалады, ал олардың артында түк қалмайды. Ау, даламыз жатқаннан соң далайып баң. Ерлерде бар аумайтын ағиықтан. Бір жанау қымыз жайын жақсы айттың ғой, шықпай тұрған сол ғой деп сәл ұйықтан. Шіркіннің бір кесесін тартып салсаң, шығады тамырдағы қан ұйықтан. Бірақ та бұл сусынның неміске кеткендігі зіл болып түспей жүр ғой әр иықтан. Олардың атасының ас емес ол, жауының көкірегіне зар ұйытқан. Гитлер қымыз ішіп жауға шапты дегенді оқымаппын тарихтан. Қымызды көп айтқанмен көп ішпейміз, бірақ алып кетуге келіспейміз. Бабалардың бойдағы аманатын барлығында қайтару борыштаймыз. Қымыз ішпей штанга көтермейтін Илья Ильинді де орыс дейміз. Оны өзің айтқандай патенттеген жаңағы германиялық неміс дейміз. Ал біржан бұл жағында ақылдашы, бұл жағында қалайша нені істейміз? Бабамыздың сусынын алған екей өзімізге қайтарай неміс дейміз. Қайтармаса момышылы бауыржандай амал жоқ мұрындарын тегістейміз. Енді созбақтама әрі қарай, болады көп сөйлеудің дәмі қалай. Хақ Сүлеймен араға сұрақ қойған, бұл сұрақтан болмайды тәлім алмай. Сен осы балды қалай жасайсың деп, жауабында алыпты мәні қардай. Олар айтты, біздер тек ызыңдаймыз, қалғанын жеткізеді бәрін аллай. Ақындарда аралар сияқты ғой, тиіспесе жүретін шағып алмай. Жарты сағат қазылар ызыңдадық, енді мұның болатын балы қалай. Ау, баласы болғаннан соң бір атаның өзіне де жақсылап жыратамын. Осы мені бір жан бала тоқтай қойшы, шығып кетпей тұрғанда бір ақауың. Бір айтқанды түсінер баласын ғой, мен бірақ сөйлегенді ұнатамын. Марченкодай орныңнан тез кетпесең, Бесобадай орныңда құлатамын. Келгенде айтысынан Нұр Отанның оғымды дәлдеп соңда бір атармын. Айтыстың ең соңында бұл Мұхтардан шығатынын біліп бір ақаудың. Дейсің ғой Марченкідей тез кетпесең, Бесобаның үйіндей құлатармын. Сенде Жұмағұловтай жылжымасаң, зымырандай ұлайсың Платонның Сауатты өлең айтса қам көңілге, жаратқан жаутаңдатпас әлдегімге. Жарты сағат арадай ызыңдадық, балығандай болады деп бәлденуде. Барлық нәрсе ниетте деп айттың ғой, сол сөзің біраз іске мән беруде. Қызықты қарасаңшы біздің айтыс қажылық уақытына дәл келуде. Талай қазақ аттанды қажылыққа, алды қазір Меккеде шаң беруде.
иншалла 10 күнден соң құрбан айтта таяутыр даламызға сән беруге. Дәл осындай кезеңде қазыларда қаттылық қыла қоймас бал беруде. 7-8-9-дар жер жастанып, кеңейіп көтерілсін 10 менірге. Құрбан айт кезінде де құрбандыққа болмайды ақсақ-тоқсақ мал беруге. Ау, несіне айтып алдында бұлданамын, қалайша жауап бермей құр қаламын. Ой бұрмай кешір алмай мен отырмын, тұр дегенде баланың тұрмағанын. Қазылардың бәріне әмір беріп, арманы аяқ қаптай бұл баланың ай. Сөз соңында айтарым, айналайын ағайын, ірітемде біргеңді, жаныңда жүр жауғақпас, тағыңды көздеп жүргендер, бағыңды жағып лаулатпас, бірақ күнде иықтан кетпесін десең аунаппас, бәледен қашқан машайық, бәрімізде қашайық, сенде жұртым аулақ қаш, бабадан жеткен сөз бар ғой, ырыс баққан дау бақпас, Абай атам айтқандай. Бірің қазақ, бірің дос, жанашырың бір-бірің, көрмесең істің бәрі бос, көру керек боп тұр бүгін, нан тауып жеген әренге, көзіңді салсаң әр елге, көрер едің сұмдығын, қауымдары сатылған, басшылары атылған, жел көтеріп түңлігін, ірген сүттің бетіндей, қаншама жұрттың қаймағы, түбіне шөгіп тұр бүгін. Ей қайранда менің қазағым, емін еркін жайлап тұр, Евразияның кіндігін, елбасының қолында, екі тізгін бір шылбырың, ел болып берсең соңында, ажарланар тірлігің, қауіп қатерде жоқ емес, айтар болсам шындығын, қаралығы күйедей, қараулығы түйедей, қаншама дұшпан сыртыңның, қапысын аңдып тұр бүгін, ынтымағымыз жараса, бірлігіміз әраса, алдан туар нұрлы күн, айыра алмай жат өлсін, айнала алмай ат өлсін, жауырындай тұтасқан қазақиямның бірлігін ай. Мұхтар мен Біржан. Ақындардың бағасы берілсін. Бірінші Біржан. 9, 9, 9, 10, 10. Мұхтардың бағасы. 9, 10, 10, 10, 10. Бәрекелді рахмет. Ал ағайын, ауыздарыңызға айтыстың дәмі барып, құштарыңыз қанып отырған шығар. Ендеше екінші жұпты да ерекше айтыс жасайды деген ниетпен ортаға шақырардың алдында экранға назарларыңызды аударайық. Жандарбек Айтақынұлы Бұлғақов, айтыстағы жас әрі хас тұлпар, батыл айтудың, батырып айтудың шебері. 1991 жылы Талдықорған қаласында дүниеге келген, мамандығы филолог, кәсібі оқу. Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің магистранты, тұңғыш рет айтысқа 12 жасында шыққан, ұстазы белгілі айтыскер ақын Айтақын Бұлғақов. Жандарбек республикалық додада бас жүлдегер болуда жас жөнінен рекордшы. Сүйінбай Аронұлының 190 жылдығына арналған айтыстың бас жүлдесін жеңіп алғанда ол небәрі 15 жаста болатын. Өлеңнен еншілеген көлігінің саны 14, оның үшеуін бір айтыста Дінмұхамед Қонаевтың 100 жылдығына арналған бәйгеде олжалаған. Айнұр Тұрсынбаева, айтыс өнерінің көрнекті өкілі, қысқа қайырымда қайымдасудың шебері. 1977 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында дүниеге келген. Мамандығы журналист, бірақ ол салада мүлдем жұмыс істемеген, таза кәсіби айтыскер. Сөз өнеріндегі бапкерлері Ахметжан Өзбеков пен жамбылдық Серік Қалиев. Республикалық сахнада жүргеніне биыл 20 жыл. Осы уақыт ішінде айтыстан мінген көліктердің саны 34. Бұл айтыс ақындары арасындағы рекордтық көрсеткіш. Айнұр Тұрсынбаева 2008 жылы айтыс өнеріндегі ерекше дарын үшін дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Ендеше алдарыңызда Айнұр Тұрсынбаева мен Жандарбек Бұлғақов. Жасаған болашаққа кемел бағдар,
Қазағым әлмисақтан елең заңғар. Армысың астаналық аяулы жұрт, бір басында бірнеше көп арман бар. Жыбырлап 20 сағат жұмыс жасап, төсекте 4-ақ сағат дем алғандар. Батыс жақтан Бандеріс келеді деп көпіртіп несиені көп алғандар. Несиесін жабу үшін несие алып, үйде жатып банкке тон алғандар. 50 мыңдық жұмысқа кіріп алып, пәтерге 90 мыңын бер алғандар. Өздері үйге сыймай жатқан кезде ауылдан қайын жұрты кеп алғандар. 100 жылдан соң үй салып қалармыз деп, Қосшы мен Қояндыдан жер алғандар. Үй соғуға шамасы келмесе де, айысқа қол соғуға келген жандар. Ассалаумағалейкум, сәлем бердік, таудан биік, теңізден терең жандар. Өзіміз аштан қатып қалсақтағы, өнеріміз өлмесін деген жандар. Оу, армысың Айнұр деген автосалон. Аман ба отбасыңмен ақ босаған. Осы айыстан 34 көлік мініп, батпандай қонған екен бақтасаған. Сен теппеген қалмады, темір көлік деп келдің, енді неге ноқта салам. Иномарка болмаса ызғып тұрған, мінбейсің анау-мынау атқа шабан. Жердегі темірлерді теріп болдың, самолеттің керегі жоқ басаған. Оп-оңай шайналмайтын тісімізге, Айнұрдың қорқынышты күші бізге. Көктемірден коллекция жасау деген соншалықты сүйікті ісіңіз бе? Барлығы 10 көліктен беріп шықты, ұлы жүз, орта жүзде, кіші жүзде. Осы сіз ұйықтағанда мәшіненің саймандары кірмей ме түсіңізге? Темірдің бәрі сізге жабысардай, соншалықты Айнұр апа күшіңіз не? Бала кезде байқамай жұтып қойған магнит жатыр мәлде ішіңізде. Оу, жігітем қой өргізіп жылқы баққан, жасынан ит жүгіртіп мылтық атқан. Сенедің алау жырлы Айнұр ақын талайдың шабытына шырпы жаққан. Шалдарының шаруасын бітіріп боп, жас балаларды шетінен құртып отқан. Сырым деген айтысып, бір баламен байқұстың сай сүйегін сырқыратқан. Ал енді Дидар менен Мейірбектің жанын майдай шыжғырып шырқыратқан. Айысқа жаңа шыққан Айнабекті өткенде сырмақтай қып сілкіп отқан. Енді кеп Жандарбекті сұрап апсың, қайсайтан бүйіріңнен түртіп отқан. Жастарменен алысып жұлысасың, мұрнының суын әрең сүртіп отқан. Сізді көрсем бір адам еске түсет, индийский шай ішіп шылқып отқан. Каляниден алмайсың жас келінді, күн сайын алдын асап тырқыратқан. Тыңды енді мені саналым, не жазып қалдым шығасып, астында қалдым жаланың.
Жас балалардың қайсысын таптап кетіп ет табаным. Автосалон деп тиіскен бір қызық екен қадамың. Апаңның көрген түсінде шаруанғанша қарағым. Кәлянисің деп құтырған қуынай мына баланың. Сен оны қайдан танушың, жылтыңдап кетті жанарың. Анан деген бәлені көретін сияқтысың ғой, делдиіп алып танауың. Тілменен жақты сайратып, бір алла өзің жебеші. Шабыт сыйлаған шалқар ел шапалағың мен демеші. Армысың қазақ даласы, шежіре белмен белесі. Атырау Алтай арасы, өшпейтін тарих көнесі. Сағынып келдік сіздерді, уақыт оған төреші. Шыға алмай қалсақ эфирге, біздер кінәлі демеші. Ағалар сөзі шын болса, өлмейді екен бұдан соң өнердің бекзат төресі. Жолымыз қайта ашылмақ, куәгер оған ел осы. Қуанып жұртқа бет бұрдым, сүйінші сұрап кеп тұрмын. Айдынға шықты қайтадан айтыстың әппақ кемесі. Ақындар келді ат ойлап, алталаш жұртым ардағым. Өткенге бір сәт оралып, тарихты жырмен жалғадым. Көл болып ағып көз жасың, шайналған талай бармағың. Азаттық үшін айқасқан қаншама батыр сардарым. Қанменен жуып көйлегін қашырған дұшпан жауларын. Іргесін елдің қалаған Жәнібек Керей хандарым. Ал керегеңді кеңейткен Қасым мен Тәуке Тарланым. Уығын елдің қадаған Алаш ордашыл нарларым. Қазығын қаққан қар үйдің Дін Мұхаммеддей заңғарым. Нұрсұлтан ағам көтерген егемен елдің шаңырағын. Тәуелсіз тату ел қылып, алпауыттармен тең қылып, Алашқа Аллам бұйыртты Абылай ханның арманын. Жандарбек деген жас бала, жігіт боп қазір жетілді. Дымымды қоймай айттым ғой, жырлайын мен қай шетіңді. Магнитің бар деп ішіңде, нені айтуға бекінді. Әкесі ақын айтағын, бағана жүрет осында қайырып тастап кекілді. Сахнадан кетіп қалса да, жалғап жүр алтын көпірді. Мен қатысатын айтысқа шошаңдап жетіп келеді. Қылық шығарып не түрлі, ішімде болса магнит. Білмеймін кімге өтімді, темірді емес әкеңді қатты тартатын секілді. Әкемді айтат десем мұны нәғып. Білдім ғой құпияны бүгін анық. Біздің үйді бүлдіріп жатыр екен, ішіңе дәу магнит кіріп алып.
Айнұр сенің екпінің жаман екен, шалдың өзін қаратқан бұрып алып. Бес тал шашым 5 сағат тарап еді, бүгін өзі тым ерте тұрып алып. Мен қайта ұят қой деп тоқтау салдым, келмекші болған тіпті гүлін алып. Бұл айтысты эфирден берсегерде, Айнұрда айтақында құрыданық. Магниттің мәселесін біліп қойса, мамам оны қоймайды жылы жауып. Забастокпы жасайды саған қарсы, кранның төбесіне шығып алып. Егер оған қоймасаң, екіленіп келеді қос білегін түріп алып. Айтақын екеуіңді баспен қадап, жатпаңдар бір бұрышта ыңыранып. Шалына екінші рет жоламастай, арқаңнан 6 таспа тіліп алып. Мамалатып кетпесін мамам сенің, шашыңмен магнитіңді жұлып алып ай. Оу, тигізсем нысанаға жебе жырды, шешендікпен танытам шебер үлгі. Осы ақындар көрінбей кетті ғой деп, бір сауал мазалайды көп елімді. Сауалға жауап күтіп жүрген елге түсіндіріп кетейін дерегімді. Өйткені біздің елде айс дейтін таудай өнер болмап еді төбе құрлы. Үйдегі көк сандықты қосып қалсаң, бер алмайды рухани қорегіңді. Туыстап айс шығар экранға, ұрысқақ келіндермен ене кірді. Жыр терме айтыс емес, көк сандықтан жын ойнақ ән тыңдаймыз бөлегінді. Айтыстың жанашыры сіздер, басқа кімнен табайын керегімді. Көкейге қонымды қып жатташ елім, эфирден естілмейтін өлеңімді. Көңіліңнің сандығында сақташ елім, көк сандыққа сыймаған өнеріңді. Төріне шыққанымда ел орданың, дұрыс қой 4 тұяқты тең алғаным. Каляниді сен қайдан білесің деп, бетіме баса берме сен ол жағын. Экранды кешке қолсаң, түңілесің киноның табалмастан ең оңғанын. Атыс шабыс, қыз зорлау, кісі өлтіру, қаны безер тәлімнің берер бәрін. Ұятсыз жерлеріне келген кезде, балаңмен бірге халқым көр алмадың. Әй балам көзіңді жап дей саласың, ол бала білмейтіндей не болғанын. Ел басқарған ерлерге алтын сырға, ұрпақтың жеймін десе егер қамын. Баланың қайта көзін жаппай, өзін неге жаппайды телеарнаның ай. Ол бір сезім билемесе қайғыға тән, нөсер жырды жаудырып жай құлатам. Айтысты жүргізіп тұр Нұрлан ағам, қарсыласым боп келді Айнұр апам. Екі нұрды шығарып сақын ағам, нұр үстіне нұр құлдау Айнұр отан. Айнұр ау ақиқаттан текке айныма, текке айнысаң мынау ел сөкпейді ма? Әкеңді магнитім әкелді деп дұрыс қой сөйлегенің етпей күнә. Негіз ол саған емес маған келген, жүрген соң баласы үшін көп қайғыра. Шынымен сенің күшін тартып келсе көре сала жабысып кетпейді ма? Мына залда отырып қалып қоймай, тым құрса қасыңызға өтпейді ма? Сарыарқаға әкелген магнитің сахнаға тартуға жетпейді ма? Мынау айтыстың ағайын, сіздер білмейтін сыры көп. Әкетіп жатыр жылдарды уақыт деген ұры боп. Мұхаммед жаным қажы боп, Алланың адал құлы боп. Серік зат отыр қазы боп, бізбенен қазір мұңы жоқ. Балғынбек екеуміз ғана, жалмауыз кемпір шал құсап, майданда жүрміз тірі боп. Ал мына бала
шағаның құрметтеп жатқан бірі жоқ. Өнімді сүйген ағайын, жырымды сүйген ағайын, өздерің қолдамасаңдар жастардың аяр түрі жоқ. Қалжыңдар кезде бұл бала ағаларынан үлгі алса, тып-тыныш отқан әкесін сахнаға шығар деп қояд, алыстан ғашық қылғанша. Осындай кезде шіркін-ай, сөз түсінетін ұл болса, жетісу жақтан желпініп келгендігі де жетпей ме, демалып енді нұрланса. Жан күйер болып тек маған келді ғой менің әкем деп намыстанады бұл болса. Барсың ба залда айтаға, Айнұрмен ойың бір болса, бір тұрып қойшы орныңнан, маған келгенің шын болса. Көрдің бей әні әкеңнің бар ойы екені. Махаббат жасқа қарай ма, Айнұрды көріп ұмытты үйдегі жарын екелі. Сен абайлап отыр сенденді, ақылың ауып кетеді. Көп тие берме ашуға, сағанда сөзім өтеді. Тұрғызбақ түгіл билетіп қоюға шамам жетеді. Айтақын тез тұрды ғой бұл тұрғанда. Көнбеушет анау-мынау сылқымдарға. Айнұр сенің сиқырың жаман екен, қалай түсіріп алғансың ырқың қолға. Алыстан әкемізді басқаратын магнит емес, қолыңда пультің бар ма? Әкетай түсінбеді-ау балаң сені, тимейді-ау бұл тұрғанның саған себі. Отырғызып тұрғызып бұл Айнұрдың басынып алғанын-ай жаман сені. Отырғызып тұрғызған ештең емес, еңбектетіп жүрмесін мамам сені. Өрісте жүрген малын санамайтын, қазағым дархандығың даладайтын. Бір уақыт заманаңды жырлайыншы, Айнұрды шаға бермей арадайтын. Көгілдірлерді ақындар айтып жатыр, адам жоқ оған назар қадамайтын. Баяғыда батыр ет ерлеріміз, жауларын жайрататын, жаралайтын. Аймаңдай қыздарымыз ибал еді, әдебі саған айқын, маған айқын. Ал бұл күнде кей жастар, гей жастар болыпты шайтан үйін паналайтын. Бой жеткен мен бой жеткен отау құрып, тағы да ойлары бар балалайтын. Еркекке еркек барып артылып жүр, шариғат десе дағы харам айқын. Жеткен жерің осы ма, қайран халқым, кеселің қандай жаман тарамайтын. Махаббат жасқа қарамайды ғой деп, Айнұр отыр сезімді бағалайтын.
Махаббат жас түгілі осы күнде, болды ғой жынысқа да қарамайтын ай. Демеңдер бір сөз айтсам мазаң кеткір, әр сөзін ақыныңның ғазал деп біл. Жетім саны асыпты 40 мыңнан, тоз-тоз боп ұрпағымыз тозар боп тұр. Үшінші орын ап тұрған бала сатып, отанымыз басқадан озар боп тұр. Шетелге нәрестесін саудалайтын Қазақстан таусылмас қазан боп тұр. Жетімді асырайтын құжатыңда таусылмайтын тауқымет тажал боп тұр. Доллар берсең дені сау бір баланы ойланбай атыңа жазам деп тұр. Егер ақшаң болмаса баста ұртпай, мүгедек бір баланы тез ал деп тұр. Бұл қазақ балалы үйді базар деуші еді, ал қазір балалар үйі базар боп тұр ай. Ол секілді жапырақсыз күзгі қайың, Айнұржан жауратпасын сізді уайым. Енді екеуміз дауласпай тоқталайық, секілді тукаменен жұлдызайың. Сөзіңді аяқтатып, осы менен мойныңды сыртқа қарай бұрғызайын. Сен де әкемді орнынан тұрғыздың ғой, мен де сені орныңнан тұрғызайын ай. Асаудай бұлғақып сонша бұлқындың, құтыла алмай отыр мен Айнұрға неге ұмтылдың? Мен ұйықтап қалар деп бедің, орныңнан тұр деп жұлқындың. Сәл шыдай тұршы шырағым, айтайын ойын ұлтымның. Толғанып жүрдік қанша жыл, туарын сезіп бұл күннің. Мауқымды басып алайын, сөзімді айтып қалайын. Шабытым отыр ашылып ықыласы мен жұртымның. Халықтың мұңын айтар деп, айтысқа халық шөлдейді. Өздерің барда ағайын төленер мәңгі өлмейді. Сахна шындық мінбесі, көп адам көңіл бөлмейді. Халықтың күйін айтпасақ, бізге де ешкім сенбейді. Дәл бүгінгідей тізіліп, депутаттар мен басшылар айтысқа тіпті келмейді. Ананың мұңын айтайын, баланың мұңын айтайын. Өйткені қолған Нұр Отан күн сайын түсе бермейді. Еледік жетім жесірін, жылатпас құстай тордағы. Оның рас жатыр балалар, сатылып кетіп шетелге мұхиттан асып жолдары. Онда да жағдай мәз емес, басына бақыт қонбады. Бір ғана мысал айтайын, бір сұмдық жағдай орнады. Америкаға асырап әкеткен өгей атана екі баланы зорлады. Жан түршігерлік оқиға намысымызды қорлады. Еш адам ара түспесе, қасірет қайғы ұлдағы. Жалғыз баламен шектелген итбайқыш байлар біздегі. Ашылса жомарт қолдары, асырап алса соларды, болар ет жағдай оңғаны. Жалғанда жалған
жалғанай, қара көз қазақ балдарай, ауласындағы байлардың ит құрлы құны болмады. Сондықтан біздің өкімет байғұс балдарды жетімек, тезірек елге қайтарсын ұрпақтың болып қорғаны. Жүрсүйер елдің есінде дауысым қалсын жаңғырып, ынтымақпенен татулық болуы елде заңдылық. Әлемде қанша халық бар, отансыз жүрген қаңғырып, 17 миллион болсақ та бақытты елміз біз қайсы, біз қайда, жатқан жоқ шеттен жау кіріп. Пәледен Алла сақта деп, күні түн дұрыс дұға қылып, жүрейік тыныш сән құрып. Қақтығыс болса қайтерек, даламыз қанға боялып, басталар еді сан бүлік. Не болса соған қайғырмай, тәубеңнен халқым айрылмай, ал ауыз болмай әр қазақ бір ауыз болсын мәңгілік. Бәрекелді. Ал қадірлі қазылар алқасы, ақындардың бағасын беріңіздер. Әрине, алдымен Айнұр. 9, 10, 10, 10, 10. Жандарбек. 10, 10, 9, 10, 10. Бәрекелді, рахмет. Қазір ортаға биылғы Әміре Қашаубаев атындағы байқаудың бас жүлдегері, күміс көмей әншіміз Қайрат Байбосынов ағамыздың шәкірді Сәкен Жанаяповты шақырамыз. Алғалға келді кезің жайнайтұғыны, бұлбұлдай бақшадағы сайрайтұғын, өнердің қиясын ау шыққан сайын болаттай, дастан табан таймайтұғыны жөнелдім, желдірмемен желде есіп қырандай, аспандағы самғайтұғыны, дабысым дауыл баздай дабылдаған екпінім, сәмәл өттей заулайтұғыны тізейін. Өлеңімді меру ерте есінен, жұртшылықтың қалмайтұғыны өнердай, жастарымыз үйреніп ал, әнеді желдірматтай. Самғайтұғыны бұл егегига, 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 егегига. Өрдің бе қарағайдың ергесіне, Исаның шығып кетті желкесіне, домбыра екі шекті тоғыз перне, арқаның кез болдың ғой серкесіне, толқыным топшыменен қағайрып, өлеңнің мен жүзейін өлкесіне, самғайын қанатыңды жер еріп, қонғанда жоқ жеткестің өркешіне. Ал қадірлі ағайын, үшінші жұпта айтысатын ақындардың кезегі келді. Дегенмен алдымен экраннан бейнеролик көріп алайық. Қанатбек Зәйтоллаұлы, Алтайдың ар жағындағы айтыс өнерінің белді өкілі. Соңғы уақытта бәйгенің алдын бермей келе жатқан шын жүйрік. 1986 жылы Қытай Халық Республикасы Шіңгіл ауданында туылған, мамандығы мәдениет қызметкері. Айтыстағы ұстазы Құманбек Зейтінғазыұлы. Айтыс сахнасында жүргеніне 13 жыл, осы уақыт ішінде 8 рет бас жүлдені жеңіп алған. Өнердегі лақап аты Құманбектің құлыны. Мойындайтын ақындары Қытай қазақтарынан Еркін Ілиясұлы, Қазақстан ақындарынан Мұхамеджан Тазабек пен Бегар Шойбеков.
Айбек Кийікбайұлы Қалиев, орта буын айтыскерлердің алдыңғы легінде айтылатын ақтаңгер ақын, салихалы, салмақты сөз сайысының шебері. 1978 жылы Торғай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. Мамандығы филолог, кәсібі педагог, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. Айтыстағы ұстаздары Ғалымжан Бекетов пен Қонысбай Әбілев. Үлкен айтыстағы тәжірибесі 20 жыл, осы уақыт ішінде 14 темір тұлпар тізгіндеген. Айбек ақын малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дегенде өмірлік ұстаным санайды. Бәрекелді, ендеше ортаға ақындарымызды шақырамыз. Айбек пен Қанатбек. Бісміллә, сөздің басы Құран кәрім, санама сәуле шашқан шырағданым. Ассалаумағалейкум, арда қазақ бақытым, басымдағы ұл арманым. Жалғызақ кейіпкері сен ғанасың, ғұмырдағы мен жазған шығарманың. Құлазып құла дүзде жалғыз жортқан алдыңа қайта келді құландарың. Аламанның дабысы естілгенде алысып ауыздықпен тұра алмадым. Айтысың ордаңызға қайт оралып, ағайын орындалдау шын арманың. Өнер алды қызыл тіл деген жұртпыз, айтыстан қансым бүгін құмарларың. Сахнаға ақыныңды алып шықты, Айбек деп атой салған ұрандарың. Құдайым құбылаңнан қуат беріп, жаратқан нұры жаусын бір Алланың әгейгәгін. Жәдігер жинап бүгін кіл жүйрігін, бәйгеде анықтамақ шын жүйрігін. Белімді бес буынып мен де келдім, кешеге еске түсіп қырғи күнім. Айтыспен 30-ды да орталаппыз, Алланың орындамас кім билігін. Таң атпаймын десе де күн қоймайды, уақытқа жүргіз алған кім билігін. Баста дәурен тұрғанда дәуірлейін, қолда тұрмай сынаптай сырғиды күн. Қамау терін алайын қызыл тілдің, дәл бұлай туа бермес ылғи күнім. Әгейгәгім, әгейгәгім. Қазаққа өнеріміз сыйлеткеннен, айтыста басып өттік қил өткелден. Анда-санда асаулық танытамыз биіне, билік қанша үйреткенмен. Жеңілсек те жер болған күніміз жоқ, айтыста жан емеспін күйреп көрген. Қанатбектей қандасым аманбысың, пұшпағын бір терінің иілеп келген. Алыстан дабысыңды естісем де бауырымның бір едің сирек көрген. Заманның жел айдаған тұқым едің, жат жерге тамыр тартып түйнектелген. Құлынында адасып үйірінен, тағдырың тарам жол боп иректелген. Алтайдың ар жағынан ата жұртқа шідер дүзіп шылбырын сүйреп келген. Әгейгәгім, әгейгәгім. Жақсы ел деді, ассалаумағалайкум, ал талаштың даналықтан жаралған дәстүрлелі. Сарарқам сайындалам құшағындаш, бабама бесік болған сақтан бері.
Айдары көкке тиген көкше баян, Алаштың туған талаяқтан кері. Өр Алтай Шыңғыстауын қалың қалай, Қазақтың арқа сүйер асқар белі. Жеті су, жеті жұмақ сен бекенсің, мейірмен беттен сүйген мақпал лебі. Оралы майлығыя Маңғыстауым, жемсауынан жарылып аққан кені. Ассалаумағалайкум Қазақстан, бір ұлың алып шығыс жақтан келді. Анам деп мойының асылайын, балам деп бауырыңа бассаң мені. Қандырсам айызыңды төкпе жүрмен, телегей баталармын тектелімнен. Осы айтысқа қатысқан ақындардың барлығы азул екен шеттерінен. Балғынбек Айбек пенен мұқтарларың кем емес бір елдің бектерінен. Азулым бір жан менен Жандарбектей дидарласып жатырмын көкбөр ұлмен. Аяулы сары Айнұр менен сара қызың аймен күнің емес пе көкте күлген. Ал мен болсам сіздерге беймәліммін, бісміллә деп өтейін өткөліңнен. Алайда осалмын деп отырғам жоқ, оқуғам Құрманбектің мектебінен. Шетте жүрген шешен ұлдың біреу едім, аузын ашта тілінен от төгілген. Алтайдың асқарынан арман қуып, Арқаның даласына кеп қонып ем. Рахмет шақырған ағаларға, ет жақын бауырым деп шетте жүрген. Ереді кеміп өскен жырдан уыз, тереңнен сөйлесекен тіл жағымыз. Ақындар ақиқаттың атойшысы, керек десе осы елдің құрбаны біз. Айеке сіздерге айып сезілеме, мына біздің шетелде туғанымыз. Адасып айшарына кеткеміз жоқ, түркінің даласы ғой тұрғанымыз. Миллиардтың ішінде жасасақта, есен тұр ата дәстүр иманымыз. Тағдырдың тәлкегіне талай түскен, шетте кел шекараның құрбанымыз. Құлының қазанат боп оралып тұр, шабыт қой шапалақты ұрғаныңыз. Құдайым құлагердей құлатпасын, тұрғанда бүтінделіп тұрманымыз. Жайғанда сарарқадай далам құшақ, саптариық толғайтын санам кітап. Айеке алталашқа атың мәшқұр, ақынен талантынан табарыны сап. Сазарып сыралдырмай отырсыз ғой, оңаймен алынбайтын қамал құсап. Даладай дархан пейіл қазақ едік, көрмеген көңіліне алаңды сап. Сағынып шеттен келген бірініңе, бауырмалдық қылғайсың бабаң құсап. Сақынаға шыққалы бір күлмедің, үйсенінің көңілі қалар жұтап. Маған қарап жымиып қойсаңшы бір, үйіне қонақ келген адам құсап. Қанатбек жігіт едің ай көрінген, талғамы ой өрісі бай көрінген. Қонақ келген адамдай күлдейсің ау, майдалап сөз шығарып майлерінен. Орынсыз бос күлкіні ұнатпаймын, сабырдан сарқытышып шәйнегіммен. Жақсы қонақ келзегер құт болады, естіген мақал қонақ жайлелімнен. Келесі Астанаға қар жаудырдың, бұлдағы белгі емес қой жай көрінген.
Қазаққа жыр жаудырмай қар жаудырсаң, ойын күлкі келеді қай жеріңнен, әгейгәгім, әгейгәгім. Ақындар аламанның шаңын қақса, аттың басын жіберіп арындатса, ағаңда ойын күлкі қайдан болсын, Қытайдағы қазаққа қауып жатса, шет жұрттағы сендерді ойлап уайымдап, өртеніп өзек от боп жанып жатса, сен болсаң мұнда келіп мәз боп жүрсің, болғандай жарты әлемге жарым патша, әгейгәгім, әгейгәгім. Мәжілістің Нұр Отан фракциясы айтыс отыр дегенді құлақ шалды. Сіздерді күнде көріп жатқан жоқпыз, төтесінен қояйын сұрақтарды. Қытайдан келем деген қандастарға квота тоқтап неге тұрақтанды? Ата жұртты аңсаған ағайынға қиянат қандай заңмен қуатталды? Орыс пен неміс қайта көшіп келсе, мақтанып таратамыз бұлақ барды. Басыңа бұлт төнгенде қашып кетіп, күн шықса жетіп келген браттарды. Ал енді қандастарым келем десе көбейтіп жібереміз сынақтарды. Біз не көз қолымызбен тоқтатамыз болашаққа бастайтын мұраттарды. Қазақ деген дария теңізге кеп, құйып жатқан мөп-мөлдір бұлақтарды. Әгейгәгім, әгейгәгім. Алаштың аспанында алмайтыным, сенің де кезің келді самғайтұғын. Алған атбек тізгінді саған бердім, қазаққа жырың болса арнайтұғын. Жымиып қара десең алғарайын, ет жүрегім елжіреп қалмайтұғым. Жақынымнан жақынсың жатырласым, еміреніп сүйсе мейір қанбайтұғын. Ал енді біз екеуміз көрсетелік, ұяласта таласу болмайтынын. Арамызды шекара бөлгенменен, жүректердің жылуы жалғайтынын. Әгейгәгім, әгейгәгім. Көңілім бүгін қалай семірмейді, айеке күле білу өмір дейді. Күлдіре білсең оның үлкен өнер, күлкіге қалу бірақ өлім дейді. Мен сізге бет албаты күл деген жоқ, есті адам ел алдында елірмейді. Жымайып жылы қарап отырсаңыз, еніңіздің желкенін жел үрлейді. Сағынған қандастармен қауышқанда, күлкіміз күл астына көмілмейді. Тұрғанда кең құшағын даламашып, шабайын ескен желмен араласып. Қар жауса, ол Алланың нұр емес пе, қайтесіз жаратқанмен жағаласып. Жосылғын жаттағасын жосын делдің, үстінде үстім тоқпақ жал тошым белдің. Миллиардтың ішінде жасасам да, атамның тілмен ділін өшірмедім. Жөргөгінде жаттатып бісмілләні, иманды ұрпағымды өсіргенмін. Төзімін темір ноқта жырт алмаған, қайратты қар оспанда есілдердің. Қазақтың намысы үшін жау алдында бөкенің басы болып кесілгенмін. Қанат сіләм ұлы боп, құрыш білек алып төс әзияның төсін кердім. Осындай құдыретті қазақпын мен, негаға кінәмді іздеп кесірлендің. Шетелде жасап жатқан аз қазақпын, қайтейін бәрін айтып кешірмемнің.
Арпаның ішіндегі бір бидай деп кінәламай жөнеді-ау кешіргенің. Білсеңіз менің мұңым сенің мұңың, келмейді ошағымның отын бөлгім. Қолғаса тәрейіқті ара тұра, ағайын қолдаушы бол қанатыңа. Қытайдың қазақтары не көрмеген, ұшыра бозбырлардың таласына. 7000 шақырым жол басып барған Алтай мен Анадолу арасына. 24.000 қазақтан ауып көшкен Индистан, Пәкістанның даласына. Әренге 1500-і жеткен екен Кашмир, Исламбад қаласына. Ел сүйген елісқандай бақадүрлер, Алатаудай қорған боп алашыма. Бостандық деп самғапты самұрықтай, қондырып қарал елді қанатына. Сөйтіп жүріп ұрпағын жалғаған ғой, қаһарман қазақ дейтін дана тұлға. Күл төккен мекендерін қорғаймыз деп, қор болған қанішер жау қарасұмға. Қанша батыр қазақтың басы жатыр, тобылғылы таулардың арасында. Қанжардай қайрасам деп тілімді өткір, ағайын алдарыңа ұлың кеп тұр. Айеке оралман деп сөз бастадың, менің де сөйлейтұғым күнім кеп тұр. Бүгінгі көш жайына мен де айтсам, демеңіз қайдан шыққан жүгірмек бұл. Күатасы тоқталы бірасында көшкен елге азырақ тыйым боп тұр. Шекараны сақтаған сақшылардың көздегені теңгемен тыйым боп тұр. Қан көксеген қасқырдай аран ашқан азғындарды аластар күнін кеп тұр. Шекарада делдалдың десі басып, көшкен елдің тізесі дірілдеп тұр. Мен бұл сөзді айтқам жоқ еріккеннен, Айеке мұңымды өз мұңым деп біл. 300-ге бөлінгенім аз болғандай, тағы да бір қасірет бүйірлеп тұр. Отанға оралғанды оралман деп, ағайынды алалау біріндет бұл. Қандас деп айтсаңыздар, мәз болар ек, Қытай деп айтқандарың қиын боп тұр. Қанатбек, осы сендер қандайсыңдар? Тәтті-тәтті сөйлесе балдайсыңдар. Қазақстан елінде айтысқанда, қазақ отанды сағындым деп толғайсыңдар. Ал Қытайдың елінде айтысқанда, Компартияны мадақтап сарнайсыңдар. Қанатбек, саған қашан кесірлендім, ағаңа жұқпайды ғой ондайсыңдар. Келгеннен қандасым деп қақылдадым, неліктен назар қоны алмайсыңдар. Оралман деп айтқанға оқырам ба, келсеңдер мәңгі оралман болмайсыңдар. Жүрегіңде мөрің бар, қазақ деген Қытай десе Қытай боп қалмайсыңдар. Қандасына кесірлі сөз айтатын әр елде де бар шығар ондай сұмдар. Қытайда көп қиындық көрдік деп біз, ата жұртқа келгенде зарлайсыңдар. Тек ата жұртында отыр демесеңіз, біздің де бастан өткен ондайсыңдар. Қытайдан қорлықпенен зорлық көрсең, отанға көшіп неге алмайсыңдар? Алмағайып заманда жылым қатқан, қоздатып отымызды үріп жаққан, қазақтың тарихына қатыстыны алдыртып Қытай Қырым ұрым жақтан.
Мен кейбір бықсық сөзге алаңдаймын, кесірлі керауыздан шығып жатқан. Болмайды көңіліміз қайдан күпті, ойда жоқта ортадан ойран шықты. Соңғы кезде қоғамда құрды қозып, исламға қарсы бір майдан шықты. Қазақты ислам болмаса, Әл-Фараби, Қашқари, Баласағұн қайдан шықты? Көкөзу көкелерім көпіріп жүр, жеп алып ақш берген айнал шықты. Қазақ болғалы мұсылманбыз, қасқырдан тудық деген ойдан шықты. Қазақты Алла жаратқан тәңіршілдер, емсе де өзі білсін қайған шықты. Жерімде исламның ізі жатыр, аударып қарасаң да қай балшықты. Әгейгәдім, әгейгәдім. Сөйлесек тауарихтан біліп дерек, күніміз алыс емес күлім демек. Еңселі ер түріктің ұрпағымыз, енді бізге еңкеймей жүру керек. Түбі бір түгел түркі, бір жеңнен қол, бір жағадан басымыз шығу керек. Түгел түркі жиылып ту астына, мүддені бір арнаға бұру керек. Тілі, діні, ділдері бір түркілер, қауымдаса біреуі бірін демеп. Біз қазақ қара шаңырақ иесіміз, бұл сөзім қайғысынға қырын келеді. Бас болып түркілердің бастауында, қасқайып қазақия тұру керек. Әгейгәгім, әгейгәгім. Жігіт пе жеңісіне жең түрмеген. Айеке көшіп кел деп тұрсыз маған, мейіріңе разымым өлтілдеген. Келіп кетіп жүруім бір ғанибет, бұл даланы саялы төркін көрем. Аталардың ақылы бар емес пе, әр ауылда бір үйің болсын деген. Қазақстан берекең бұзылмасын, аспанның астындағы көршіңменен. Естілсе ата жұрттың ән алыстан, аңсаумен жылдар жылжыбай ауысқан. Кең даланың қойнында ауып жүріп, айрылған халық едік саналыптан. Неге келдім раста бұл мекенге, жаралған сөз айтпасам даналықтан. Қытайларға мақтанып жүремін мен, тарадым деп бегарыс ағарыстан. Бұл елдің көрсем титтей жетістігін, төбем көкке жеткенде алабұртқан. Егемен ел қадырын түсінеді, оң қадам алыс жүрсе ана жұрттан. Әлемнің қай шетінде жүрсем дағы, жүрегімде сен барсың Қазақстан. Тамылжып тәуелсіздік таңдары датты, сүйейік соншама бақ берген қақты. Абылайдың тойладың 300 жылын, ұлтын ауылы тұлға мәңгі ардақты. 300-дің басын қосқан қайран тұлға үш нәрсені ерекше армандапты. Қазағым отырақты халық болып, жерден теріп жесе деп термен бақты. Өнер ғылым игеріп ұрпақтарым, еңсесін теңесе деп елмен бақты. Арқадан алып шақары тұрғызсам деп, толағай көкірекпен толғамдапты. Шөкірлік нұр екендей ұрпақ туып, Абылайдың арманы алданбапты. Тәуелсіз отаны бар, ордасы бар, ағайын аялай біл қонған бақты. Құдай өзі қорғасын қазақ дейтін, қар астында көктеген қарғалдақты. Кештірде қанға сырет қанша заман, сарыарқа қайыспаған қайсар анам. Кешегі
Ақ жігіттің құлагерін осында батыраштар балталаған. Бүгінгі бейбіт заман бесігінде әуелеп аспаныңа ән тараған. Бәйгеңде бауыр жазып бір шапсам деп, ағайын күнім бар ма аңсамаған. Айқайлап шабыт беріп отырсаңдар, ойымды көрсетпеймін орталаған. Айбек аға осымен қош болыңыз. Ақын ең арзан сөзді арсанаған. Келіп кетіп тұрамын ата жұртқа, мейірмен құшағыңды жай саңаған. Ағайын сен даман бол, алқалаған, айғайыңды естісем арқаланам. Қытайдағы 2 миллион қандасыңның жігітем аманатын арқалаған. Қош боп тұр сенде бауырым осы менен, ағалық көңілімнің қошы менен. Тарбағатай алдай мен іледегі қандасқа жіберейін қосып өлең. Сәлем айт қиырдағы туысқанға, дәм татырып мендік жыр бәсіреден. Қанатбек жан қарағым қайта айналып, қазығыңды сенде тап несібемен. Шет жұрттағы қандастар қайтып келсе, елінде өссе деймін есіл өрен. Бір шаңырақ астына жиналсақ біз, қазағымның қайтады десінеден. Шіркінай мәрезәрі болар медік, ерулік дәм татысып несібеден. Алтайдан азып өткен ағайынның, ата жұртқа оралған көшіменен. Әгигәрім, әгигәрім. Бәрекелді. Ал қадірлі ағалар, ақындарымыздың бағасы берілсін. Айбек, 9, 10, 9, 10, 10. Қанатбек ақын. 10, 10, 10, 10, 10. Бәрекелді, рахмет. Расында, қадірлі ағайын, тәуелсіздігіміздің жемісі, азаттығымыздың арқасы Алтайдың ар жағындағы ағайындармен көрістік. Майраның әні мен Шұғыланың биіне ұласты. Қанаттың қайратына қайран қалыстық. Солардың бірі жас болса да соңғы кездері топты жарып, маңдайы жарқырап биіктен көрініп жүрген Алғысбек Дәуен атты термеші бауырымыз ортаға шақырам. Өзінің жүрегінен шыққан бір толғауын орындап беруін сұраймыз. Бисмилла деп ұлың сөзін бастаған, сен айтпасам қайда айтамын асқаған. Жырға шонған гүлге оранған жас қалам, аманбысың алтын тұғыры астанам. Сақ бабамның салтын бұзбай сақтаған, қазақ болып туғаныма мақтанам. Халқым сенің қасиетіңнен айналдым, жүрегінде қулық сұмдық жатпаған. Халқым сенің қасиетіңнен айналдым, жүрегінде қулық сұмдық жатпаған. Парақтасам тарихыңның беттерін, әз қазағым қанша мазап шекпедің. Қапияда қатын балаң жауда қап, есіңде ме елім айлап көшкенің. Талай рет толар сақтанған кешіп, қанша ғасыр көздің жасын төкпедің. Естен кетпес сол собалаң заманда, ел қорғаған ұлғыстарың көп сенің. Бабалардың қан мен тері емес пе, берекелі бейбіт күнге жеткенің. Көк байрақты көркем елге айналдың, шерлі күннің шешіп тастап шекпенін. Көк байрақты көркем елге айналдың, шерлі күннің шешіп тастап шекпенін. Қазақтан өткен талай зарлы күн, сол күнді естен шығармайды мәңгі ұлың. Қанша батыр жауыздықпен күресіп, отанымның қорғап қалды тағдырын. Қайрат ләззат сәбиралар көрмеп бет, желтоқсанның бар қасірет бар мұңын. Өр намысты сол
болмаса тәуелсіз ел бола алмас ек дәл бүгін. Көк туымыз көк аспанда желбіреп, міне бүгін асқақтап тұр айбыным. Сарыарқаға әсем қала тұрғыздық, елбасымның орындап жарлығын. Саммит жасап басын қосып бәр елдің, бір байқаттық қазағымның нарлығын. Екі спыға дайындалып жатырмыз, көрсетпек боп қазағымның байлығын. Нұр Сұлтандай аман болсын елбасым, күлтөгін қайта құрған таңдығын. Нұр Сұлтандай аман болсын елбасым, күлтөгін қайта құрған таңдығын. Жан емеспін жүрегімде шер толы, нұрға толы өмірімнің ертеңі. Мен Қытайдан бәріңді аңсап келгенмін, туған елім жырлау үшін мен сені. Мен өзіңді мақтан етем астанам, бәйтерегім елордамның көркеді. Жанарыммен көрмесем де барлығын, туған отан сүйіп өтем мен сені. Жанарым